Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін мен сіздермен ортасы ылғалды болып шығатын ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды салып, оның үстіне 3 дана жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен аппақ болғанша араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, сары майымызды ертіп құйып, сүт құйып, тағы да миксердің көмегімен 1-2 жылдамдықта араластырып аламыз. Електен өткізген ұнымызды, қопсқышымызды, разрыхителімізді 2 бөлікке бөліп, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді формамызды дайындап, 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын болып шықты. Пирогымызды суытып, водяной ванняда шоколадты глазур жасадым. Шоколадты глазурға 70 грамм шоколадқа 50 грамм маймен водяной ванняда ертіп алып, пирогымыздың бетіне жағамыз. Құрамына керекті заттардың бәрін описанияға жазып қоятын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.